Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін осындай ПП бауыр тортымен рулет дайындайтын боламыз. Әдеттегідей ингредиенттердің мөлшерінің барлығын описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен чеснок, морковь, пиязды блендерден ұсақтап өткізіп аламыз. Дайын болған массамызды бауырға қосамыз. Одан бөлек жұмыртқа, дәміне қарай тұз, бұрыш, цельнозерновой ұн, ақ ұн, сүт және де осындай псилиум деген клетчатканы пайдаланатын болсаңыз, қосуға болады. Егер жоқ болса, міндетті емес. Одан бөлек тағы да 2-3 ас қасық өсімдік майын қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Араластырған кезде қоспамыздың консистенциясына қараймыз. Егер тым қатты қою болса, кішкене сүт құйып жүрсеңіз болады. Жалпы қоспамыз қатты қою, қатты сұйық болмау керек. Орташа болса жеткілікті. Енді сковородкамызды орташа отта қыздырамыз және щеткамен май жағып жіберетін боламыз. Себебі бірінші блины жабысып қалмау үшін, ал кейінгілерін майламай пісіре берсеңіз болады. Сковородкаға бауырды құйып, блины сияқты жайып шығамыз. Сковородканың бетін жауып қоямыз. 3-4 минуттан кейін бір жақ беті піскеннен кейін екінші жақ бетіне ауыстырамыз. Екінші жақ бетінде дәл солай 3-4 минут пісіріп аламыз. Барлық блиныларды осылай дайындап шығамыз. Сковородканы ең бастысы орташа отта қыздырсаңыз болды. Блинылар ешқандай жабыспайтын болады. Ал егер жабысып жататын болса, онда тағы да кішкене щеткамен майлап жіберсеңіз болады. Бауырдан блиныды пісіріп жатқан кезде ішіне салатын салмасын дайындай берсеңіз болады. Ол үшін пиязды турап, морковьті теркадан өткізіп, чесногымызды ұсақтап және де укропты ұсақтап турап аламыз. Енді тағы да сковородкамызды орташа отта қыздырып, кішкене щеткамен май жағып, пияз бен морковьті қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, сковородканың крышкасын жауып, 5-10 минут бұқтыратын боламыз. Ары қарай соусымызды дайындайтын боламыз. Мен майонездің орнына осындай грек йогуртын пайдаланатын боламын. Дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз да дайын болып қалды. Кішкене суытып алып, бауыр тортын жинауға кірісеміз. Өзіміз білетіндей, ең алдымен соусты жағып, одан кейін салмамызды салып, осылай кезекпен бауыр тортын жинайтын боламыз. Ең соңында бір жұмыртқаны теркадан өткізіп, үстіне укропты сеуіп, бауыр тортын әрлейтін боламыз. Бауыр тортымыз дайын, енді қалған блинылардан бауырдан рулет дайындайтын боламыз. Менде салмасы бітіп қалды, бағана көрсеткендей пияз бен морковьті бұқтырып, тағы да басқа салма дайындап алдым. Осылай салмамызды блиныйдың ішіне жайып шығамыз да, рулет қылып ораймыз. Дайын болған бауыр торты мен рулетін холодильникке 2-3 сағатқа қойып қойсаңыз болады, кейін пайдалана бересіз. Жалпы салмақ тастау кезінде мен ет өнімдерін жиі пайдаланамын. Соның ішінде бауыр өте пайдалы болып келеді. Бауырдан түрлі тағамдар жасауға болады. Бауыр майлы емес өнім және витаминге өте бай, сондықтан салмақ тастау кезінде осындай бауыр өнімдерін пайдалануды ұсынамын. Егер видеоның соңына дейін қараған болсаңыз және де рецептім сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Мен өзім салмақ тастау кезінде тамақтарды қалай дайындадым, солардың барлығының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл бауыр торты мен рулетін кез келген тамақтануға жесеңіз болады. Егер түскі асқа жейтін болсаңыз, жанына кез келген жақсы көретін күрпаңызды қосып жеуді ұсынамын.